Наурыз көктем мен еңбектің, достық пен бірліктің мейрамы болуымен бірге, халқымыздың салт-дәстүрлерін құрметтеп, ұлттық қасиеттерімізді бойына сіңіріп, жан-жақты дамыған өнегелі, өнерлі азамат тәрбиелейтін ұлттық мейрамымыз. Қазақ халқының қолданбалы шығармашылығының сан алуан түрлерінің ішінде киіз басу өнері басты орын алады. Бұл өнер түрі қола дәуірінің аяқ кезінен дамып келеді. Қазақ мәдениеті көшпелі халықтарының шамамен 3000 жыл бойы дамыған дәстүрінің тікелей мұрагері болып саналады. Сәлеметсіңдер, құрметті балалар. Менің аты жөнім Сержан Баширов. Осы қолөнер шеберімін. Жаңағы сіздердің музейде, Невзоров музейінде тұрған мен бір туындымның аты Алтай. Алтай дегеніміз жалпы мына түрік халықтар, біздің ата-бабаларымыздың ең кіндік ортасы деп саналады. Сондықтан бізге киелі жер Алтай деген. Осы еңбекте жаңағы төрт жағында төрт ағаш дегеніміз осы әлемді қоршап тұр, немесе бір әлем бе, сондайдың бір мағынасы. Жоғары жағында домалақ күн деген ол бүкіл неде ең жылу өмір беретін күн деп ойлаймыз. Ортасында киіздің ортасына кестеленген таңбалар бар. Ол таңбалар мен ана бір эмбрион дейміз ғой, бірдеменің жаңадан туып, жаңадан пайда болудың мағынасы деп. Содан кейін бұл кестенің өзі ортасы киіз, аст үстінде түс киіздің бөліктері бар. Ол мына түркі әлемінде ортаңғы, жоғарғы, төменгі өмір деген бар. Сол одан басқа көп ұсақ тігілген таңбалар бар. Әртүрлі таңбалар. Енді сендер мына қолөнерді таңдасаңдар, қолөнермен жұмыс істегілерің келсе, біздің халықтың қолөнері өте бай. Жаңағы ағаш өңдеу болсын, металлды өңдеу, тері, киіз, жаңағы ши тоқу, одан да басқа көп өнерлер бар. Енді біздің өнеріміз халықтың көшпенді, ол өмірмен байланысты. Жаңағы көшпенді өмірде, киіз үйдің ішінде көшіп жүргенде, мал баққанда, сол тұрмыста пайдаланған. Енді мына қазіргі заманда заманауи өнер пайда болды. Сол кезде өзіміздің дәстүрлі халықтың құндылықтарын бірге араластырып, өнер туындыларын жасауға болады. Енді бәрілеріңге осы ұлттық өнерді ұмытпай, осыны еңбектеріңе Он саусағынан өнер тамған қаламыздың қолөнер шебері Нұрзия Рахымқызы киелі Абай топырағынан, Крупская атындағы Семей педагогикалық институтының көркемөнер графикалық факультетін аяқтаған. Өзінің ұстаздық еңбек жолдары қалалық номері 5-ші, номері 8-ші мектеп-интернатында балаларды қолөнерге баулумен өтеліп жатыр. Өз шығармашылығында тоқыма тоқу, құрақ құрау және 2010 жылдан бастап жүн ұқсату өнерімен шұғылдануда. Қазіргі таңда бұл өнердің қыр-сырларын жетік меңгеріп, сәнді қолданбалы шығармашылықтарын дамытуда. Нұрзия Рахымқызы болашақ ұрпақтың киелі өнерімізді өн бойына сіңіру жолында аянбай тер төгуде. Ары қарай музейімізде өткен шеберлік сабағымызды бірге Бүгін өздеріңізбен кездесуде қаламыздың қолөнер шебері Нұрзия Рахымқызы. Сәлеметсіздер ме балалар? Ой, қандай жақсы балалар. Бүгін біз сендермен кигіз басу өнерімен танысамыз. Кигіз басу деген бұл қазақ халқымыздың көне қолөнер түрінің бірі болған. Столымыздың бетін бүлдіріп алмас үшін сумен жасаймыз ғой. Сондықтан біз оған су өткізбейтін полиэтилен клеенка жаямыз. Ол әртүрлі тегіс клеенка да жайып болады. Артық су жерге қарай ағып кетіп мазаны алмас үшін біз мата жаямыз. Содан кейін матаның үстіне жаңағы жүнімізді аламыз да. Мына топыстан жүнмен жасаймыз.
бәріміз үзіп көрейікші. Мінекей. Мына лента күйінде осылай жуып тарап бізге сатылуға шығарады екен осылай. Топс деп айтады бұл түрін. Енді қазір бұнан ақырындап үзіп аламыз. Кәнекей бәріміз ақырындап үзіп көрейік. Бұның өзінің үзу әдісі болады, иә? Ақырындап қана мынаны ақырындап маған үзіп берші. Сен оны жағына аттың сол. Так, былай ақырын, жоқ. Енді қараңдар. Өте тамаша. Мінекей кішкене қолды алыстырақ ұстап, жай ғана тартсаң, ол үзіледі екен. А егер жақыннан ұстап былай тартсаң, ешқашан үзе алмайсың. Кәдімгі оның да кішкене үзуді білу керек екен. Так, осы жүнден аламыз да біз қазір бізге екіге бөліп алайық бәрін. Ұзынынан енді екіге бөліп дайындап алайық. Кәнекей, бөлді, маған ұзынынан екіге бөліп дайындап берші. Сендердің көмектерің керек маған. Сіз де көмектесіңіз. Қандай жақсы қыздар, көмекшілер қандай жақсы. Енді бізге не екенін білесіңдер ме? Текемет деген, мысалы, арттарыңа қарасаңдар, жаңағы мына біздің халықтық дәстүрлі әдіспен жасалған текеметтің, көне текеметтің үлгісін көріп тұрсыңдар. Ал біз қазіргі кезде әртүрлі текеметтерді жаңашаландырып, әдемілеп жасай береді екен біздің шеберлер. Ол текемет деген жерге жаятын төсеніш. Кигіз үйдің жеріне жайып қоятын төсеніш. Ол кигізден жасалады, өте жылы болады. Қазір біз соның бір кішкентай ғана үлгісін жасап өрнекпен үйренеміз. Так, ол үшін жүнді біз екі бағытта жаямыз. Мынаны бір қарап тұрсыңдар ма, талшығын? Жұқа жерін көріп тұрсыңдар ғой, иә, міне. Осы жұқа жерден басамын, мынаны қоямын да, мінекей, жаңағы тартқан жүнім бар ғой. Осыған мынаның жартысын мінгестіріп қоямын. Мұқият тыңдаймыз кәнекей. Мынаның жартысын мінгестіріп қоямын, мінекей. Жартысын жаптым ба? Енді жаңағы жұқа жерден ғана аламын да тартамын. Қазір өздерің қайталайсыңдар осыны. Апай, бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине болады. Апай, сіз қол өнерімен бала күніңізден бастап айналыстыңыз ба? Әрине, барлық балалар қол өнерінен кішкентай кезінен айналысқан жақсы көреді ғой. Бізде де мектепте еңбек сабағы болатын, сурет сабағы болатын, басқа пәндерді сүйіп оқыған сияқты бізде ол пәндерді сүйіп оқитынбыз. Апайларымыздың айтқанын бұлжытпай орындайтынбыз, осылай үйреткендерін бәрін мұқият көңілімізге сақтап, үйреніп алатынбыз. Содан бастап менде қызығушылығым оянып, осылай үй ішінде де бізде сондай бір өнерлі отбасы деп айтуға болады. Әкем мен суретші болған, ағаш шебері болған. Мүмкін сол кісілердің әсері болған шығар, үйдегілердің де, мектептегілі балалардың да әсері болған шығар. Мен осы өнерге қатты қызықтым. Сондықтан осы оқуға, осындай суретшілік оқуға келдім. Содан ары қарай өзім қазір қол өнерін осылай өзіме ұнаған өнердің түрін үйреніп, осылай жалғастырып келе жатырмын. Енді былай ұста. Апай, сіз ең алғаш жүннен қандай бұйым жасадыңыз? Жүнді инновация, жаңаша технология дейді, осы жүнмен үйренген кезде ең бірінші бізді жаңағы шеберлер аяқ киім жасауға үйреткен. Баланың, кішкентай балаға киетін. Сол кезде менің алғашқы немерем дүниеге келіп жатқан. Содан мен қатты қызықтым, жұмсақ өзі жылы болғанға қызықтым да, мен немереме ең бірінші аяғына киетін аяқ киім жасап бердім, нәски жасап бердім. Мынандай бұрыштан бұрышқа дейінгі дене сызғыш болса, сондай мен сызып алуға болады, көмекші. Жүннің бір қызық жері, осылай істесең де із қалдырып қоюға болады. Енді сол іздер маған көмек жасайтын, әдемілеп қою үшін. Енді мына жерді сол мына сызықтың бойына қоям, мына басын жағы мына ізге келтіремін. Сонда өрнекті солай дұрыс қойып шығуға болады. Енді мына жердегі бұралғандарын да дұрыстап қоя білу керек. Өрнекті жай қиды, оны жай қоя салуды да білу керек. Кигіз басудың қандай қызықтары мен қиындықтары бар? Қызық сұрақ екен, иә? Тамаша сұрақ. Кигіз басудың балалар бағандан бері көріп тұрмыз ғой, қандай үзу салу керек, оны ұқыптап салу керек, оның салу әдістері болады екен. Кез келген қол өнерінің бұйымдарын жасаған сияқты кигіз басу өнерінде де өзінің қиындықтары бар екен. Оны, мысалы, өрнекті дүзу қия алу керек, салатын суретіміз дұрыс сала алу керек деген сияқты. Мысалы, мына нәрселерді қараңдаршы. Мінекей, мына өрнектерді түсіргенде олардың бәрін әдемілеп төрт бұрышына келтіріп, оны қозғап алмай, жаймен сықылап өзінің әдіс тәсілдерін меңгеру, оның бәрі бір қызық екен. Қиыншылығы да, қызығы да сол оның. Қозғап алмай сықылау, оны дәрежесіне жеткізіп пісіру. Ең аяғында бұл бұйымың әдеміленіп шыққан кезде өзің қатты қуанасың.
адам қатты қуанады өзінің жасаған нәрсесін әдемі шыққан кезде, кез келген бұйымды. Сол сияқты бұның қызығы сол, бұдан жасап болғаннан кейін адамға өте жақсы көңіл күй сыйлайды. Мынаның сәйкестігі дейді де, мына кеңістікке қойған өрнегім кішкене сәйкес келмей қалып тұр. Балалар кім қандай қателігін көріп тұр? Қандай қателік көріп тұрмыз? Айтып көріңізші. Кімге қалай оғаш көрініп тұр көзіне? Кән тұрып қарайық. Я, дұрыс айтады. Мінекей, мына жерді ар жақпен салыстыршы. Екеуі бірдей ма? Жоқ, менде мынау өрнегім өз орнында тұрмай қалды. Орны деген мынаның тең ортасында, шаршының тең ортасында тұру керек. Сондықтан мен оны ақырындап астыңғы жүнді жылжытып алмай, өз орнына орналастыруға тырысамын. Балалар уже өзінен өзі белгілі, ол судың көмегімен. Өйткені біз бағана мынаны жайдық, столды бұлғамас үшін, оны суымыз ағып кетпес үшін хб мата дейміз, синтетика жарамайды, ол судағы жүреді. Хбдан матадан, матадан астына жайма шаямыз немесе орамал кез келген. Содан кейін сабынды су, жылы су бұнда. Ыстық су емес. Бұнда егер қылшық көп болса ғана ыстық қайнаған су қолданады. А біздің суда жағдайда ондай су қолдана беруге болады. Сіңбеген анықтауымыз керек. Бәр жерге су мұқият сіңдіру керек. Так, қозғамаймыз, өрнегіміз жылжып кетеді. Так, сондықтан суды жақсылап түбіне дейін сіңдіріп тастаймыз. Сабынды не үшін қолданамыз екен? Сабын қолымызды жылжу үшін. Қолымызды жылжытады сабын. Өрнектер сол сабынның әсерінен бір жерде тұрып қалады. Содан кейін біз оны жаймен ақырындап ысқылап пісіп тастаймыз. Өйткені бұл әлі жас. Енді мына жолақтың бойымен ысқылау керек. Бұлай. Кәнки ысқылаймыз, ақырын түгелміз, кәнки. Қолды батырмаймыз әлі. Ысқылаймыз, түгелміз. Орын қалдырмаңдар, балалар. Жаңағы жүн талшықтары неге бір-бірімен осылай сықылағанда бір-біріне ілігіп бірігіп қалады деп ойлайсыңдар? Өйткені, кәнки, білесің бе? Я жаңағы ол малдың жүні ғой. Сол жүннің бойында, талшықтың бойында май болады. Ол майды ғылым түрінде ланолин майы деп айтады. Сол ланолин майының әсерінен талшықтар бір-біріне ілігіп қалады екен. Түгел талшық бір-біріне іліккеннен ол тығыздалып мата сияқты полотно шығады екен. Тығыздалып кигіз пайда болады содан. Ланолин деген май болады талшықтың бойында. Солардың бірігу арқылы кигіз пайда болады. Енді біз былай істейік ары қарай. Біздің мына жасап жатқанымыз тезірек болу мата жасау үшін, кигізімізді тезірек жасау үшін біз енді келесі кезек былай істейміз. Мына астындағы матаны көріп тұрсыңдар ма? Қай жағында қысқа, мен сол жақтан аламын. Бірінші мынаны кішкене көтеріп бір тексеріп алайық. Ол қатты сықылай бергеннен мына талшықтардың арасына кіріп кетеді, жабысып қалады. Міне қуандыңдар ма балалар, жаңағы сұрақ? Жаңа сендер маған сұрақ қойдыңдар ғой, қандай қиындықтар мен қызықтар болады? Қызық па? Қуандық қой. Қуаныш деген қызық қой. Онан кейін жаңағындағы жүнді жаясыңдар, үстіне нан қоясыңдар. Болды. Жаңағындай капурын жабасыңдар да осылай сықылай бересіңдер. Істей аласыңдар. Сендер мынандай кішкентай нәрсе жасасаңдар да жетеді сендерге. Қазір осы өнерімізді жалғастырып жатқан шәкірттеріміз бар ма? Бар әрине. Бірінші шәкірттерім мен мектептегі оқушыларым. Көбінесе мен тақырыптарым еңбек сабағынан берем, көп тақырыпты кигізбасы өнерінен жоспарыма енгізіп алдым. Екіншіден, өзім сіңілдерім, немерем. Онан кейін көрші, осы өнерді үйренгісі келген көрші апайлар келіп үйренеді. Мысалы, мына панноны қарайтын болсақ, мұны Копейкина Аня деген қыз мынаны жасады. Мен беретін мектепте, сондай оқушы. Қараңдар, жаңағы мынаған ұқсайды, егер сақтап қиып жасайтын болса, мысалы жасылдан қиды, оның үстіне қызыл қойды, кез келген сурет жасауға болады екен. Мынаның бәрі оңай екен. Тек қана мына жіпті жіңішке жолақтарды қалай түсіру керек екен, келесі сабақтар қатыссаңдар, үйренесіңдер. Мінекей оқушылар жасаған. Олар маған мынандай бұйым жасағанда үлкен көмектеседі. Ал енді мына бір аяқ киімге қарайтын болсақ, шаркейге. Көрші апайлар жасаған, мысалы, үйренгісі келеді. Осы өнерді үйреніп, табыс тапқылар келеді. Сондықтан мынандай шаркейлерді жасап үйренуге келеді үйге. Ол да мен шәкіртім деп есептеймін. Өзіммен жастар менімен бірдей болса да, мен шәкіртім деп есептеймін. Осында үйренуге келеді. Енді мына шетті бір-біріне жабысқан үшін бүйтіп орап аламыз да. Немесе труба қойып, ағаш, мата. Сосын ақырындап ораймыз.
біркелкі орауға тырысасыңдар. Егер қисық орасаңдар, ол бұйымды қисайтып жібереді. Бұның қиындықтары сол. Бағанағы сұраққа жауап. Енді қара, мен көрсетейін. Біткенше, мата біткенше орап аламыз да. Бәр жерге қолды тигіземіз. Бәр жерге қолды тигізіп, өзінің салмағымен алғашқы кезде жай ғана өзінің салмағымен ғана осылай ораймыз, айландырамыз. Қанки, маған көмектесем деген балалар, мына жерде мен орнына тұрады. Жай ғана өзінің салмағымен қарақан, мен қалай түсіндірдім? Тыңдама дейлейміз, сонда ол әбден тығыздалады. Сонда бұйымның сапасы жоғары болады, мықты болады, е? Нұрай, кән. Дарико, өте жақсы орын нет дейледі. Давай. Давай. Келесі оқушы айландырсын. Давай. Ширақ көмекші. Санап тұрып айландыруға болады, егер шаршы, тура шаршы шығу керек болса, мына қырынан 100 рет, мына қырынан 100 рет, 4 қырынан 100 реттен айналдырса, ол